Ақын болу, ақиқатқа жүгіну. Ақын болу, өзгелер ұғынып қабылдай бермес әлемде өзгеше бақ құшу. Өмірдің сан қилы сәттеріндегі қуаныш сүйінішіңді өлеңге айту, өлеңмен өзім деп сырласу болса керек. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі шығарылымда жас ақын Ілияс Мұратбектің өлең өлкесіне бірге сапар шегеміз. Ілияс Мұратбек Қуанышбекұлы 1997 жылы 21 маусымда Жамбыл облысы Тараз қаласында өмірге келген. Қазақ ұлттық өнер университетін драма және кино актер мамандығы бойынша тәмамдаған, облыстық республикалық жыр мүшәйраларының жүлдегері. 2021 жылдан бастап Әзірбайжан Мамбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрының актері қызметінде. Театрдағы үлкен рөлдері Володиннің «Сені сағындым», Валера бейнесі, Малердің «Сараңында», Валердің рөлі, Шыңғыс Айтматовтың «Боранды бекетіндегі Әбутәліп», күнделік пьесасындағы Мұқағали ақынның бейнесі. Таңыр қатар ой қиялын адамның, таңғажайып сәттері көп қаламның. Маған ыстық көрінген ішінде ғажайыбы назар деген аралдың. Жылда адамдар жиналады сол маңға, мұндай ғажап, мұндай сұлу өң бар ма? Әлемдегі ең бір алып толқындар туады екен онда дауыл болғанда. Басталады дауылдары келіп күз, көздің жауын алады екен еріксіз. Алма кезек соқтығады толқындар, кететіндей көрінеді жеңіп құз. Тас деген не? Тамшы доны жеңеді, толқын жайлы ой толғағым келеді. Өйткен онда алып күш бар еңселі, көз жетпейтін сұлулық бар себебі. Сезім ерек болған үшін бар майып, сол бір жайтты біз басқаша талдайық. Жартастарды аймалайды ол бәлкім, соқтығыспен шатастырып алмай. Бәлкім келер жылына бір сағына, тыныштықтың құрсауынан арыла, жылына бір ұйқысынан оятып жаралғандай жартастардың бағына. Мендік қиял дәл осылай жырлайды. Біреуге күн, біреулерге түн қайғы. Алма кезек өміріңдей толқындар, дауыл соқса бір орнында тұрмайды. Маған алыс Португалия аралы, араласам сырға толы жағаны. Сырдың желі соққан кезде сыпайы, ту алыста толқын кетіп барады. Ілияс, қазақ әдебиетіндегі жаңа есім ретінде бүгінгі шығарылым жалпы өзіңнің шығармашылығыңа арналып жатыр. Енді өлең өлкесінде әлі танылып үлгермеген болмысыңмен, осы өлеңнің сара жолында өзіндік өрнегіңді іздейтініңнен хабардармын. Сондықтан сен үшін өлең ұғымы? Бұл жалпы ішіңдегі бір сезімді, арпалысты, ішіңдегі шығара алмай жүрген дүниелеріңді шығарудың бір жолы деп білем. Өзіңнің жан айқайыңды деп жатады ғой. Көңіл күйіңе байланысты ішіңе жиналған сезімді шығарудың бір жолы деп есептеймін. Театр актері ретінде Әзірбайжан Мамбетов театрында бірнеше жылдың бедерінде қызмет етіп келесің. Соның ішінде бүгінгі күні басты кейіпкер ретінде де бірнеше рөлдерді сомдап үлгергеніңнен хабардармын. Атап айтар болсақ, Мұқағалидың бейнесін көрерменге жеткізуде өзіндік бір айшығыңмен, өзіндік ұстаныңмен танылдың. Жалпы осындай Мұқағали сынды сом тұлғаларды сомдау, ақынның ішкі жан арпалысын көрерменге жеткізу, бұл тұрғыдағы өзіндік ізденістерің қандай жауапкершіліктер жүктеді? Жауапкершілік үлкен болды. Өйткені Мұқағали енді халықтың ең сүйікті ақыны деп айтсақ та қателеспейтін шығармыз. Сондықтан Мұқағалидың өлеңдерін жатқа білетін баладан бастап үлкен кісіге дейін адамдар көп халық арасында. Сондықтан Мұқағалиды әлі күнге іздейді халық. Сондықтан жауапкершілік өте үлкен болды. Өлеңдерінен бөлек ол кісінің жалпы сол спектакль күнделік деп аталады. Мұқағали атамыздың күнделіктерін біраз оқып шықтық. Былай хатқа түспеген болсын, халық аузында жүрген естеліктеріне дейін ол кісіні түгелдей зерттеп
бірінші түгел мағлұмат жинап алдық. Өйткені ертең халықтың алдында ұялмай шығатындай, және халық білмейтіндей тың дүниелерді алып шығуға тырыстық. Сонысымен бұл жауапкершілік үлкен болды. Әлі күнге дейін Фариза мен Мұқағали бір-біріне ғашық болған дейтін адамдар көп. Мысалы, былай алып қарасаңыз. Сосын халық білмейтін тағы да бір жайттар, мысалы Нұрғиса атамыз бен ол кісінің бір ай бойы Нұрғиса атамыздың үйінде екеуі бірігіп шығармашылық байланыста болып 30 күннің ішінде 31 ән шығарған, мысалы, халық біле бермейді. Сондай тың дүниелерді де халыққа жеткізуге тырысып, сол мәселелердің бәрін қосуға тырыстық. Бұл спектакль жөнінде. Ал образға келетін болсақ, әркімнің өзінің Мұқағалиы бар. Менің Мұқағали мен басқа ойнаған актерлар көп, үлкен актерлар. Мен өзімше қалай сезінем, өзімше қалай көрем, ол кісінің мұңын, қайғысын мен қалай қабылдадым, солай алып шықтым. Халыққа жетіп жатқан сияқты, өйткені әрдайым адам үзілмейді, күнделікке. Қайталап, қайта келе беретін кісілер бар. Өмір өлең хабарының көрермендеріне де бұл сенің Мұқағали бейнесін сомдаған сәтіңді дәл қазір көрсетіп, бір үзіктер көрсетуге тиіспіз деп ойлаймын. Өйткені сенің сол Мұқағали мен Фаризаның диалогындағы бейнеңді мен өзімнің Фариза жайлы деректі фильмімде көрсеткен болатым. Лашын, шайыңды қой. Бүгін үйге Фариза келді. Менің атымды естігесін, жеңгейдің жүзіне бірден жылу ұялады. Мұқаң үйде айтып отыратын болса керек. Әйтпесе, талай ер азамат ақынның мені көргенде тура бір қылмыскерді көргендей алая қараған шанышқы жанарларын өңменімнен талай өткізгем. Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай ақыры жалығармыз, бірімізден біріміз арылармыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса кер, шаң басқан архивтерден табылармыз. Сен мені білесің бе? Білесің бе? Жаралмаған жан екен күресуге. Бірі итеріп кеудемнен, бірі шалып, тастағысы келеді күресіңге. Фариза жан, сен соны білесің бе? Жанарымды тұманмен тұмшаладым. Серіппес үзіліп тұр садағым, жігітінен қазақтың дос таба алмай. Қыз да болсаң мен саған, мұң шағам. Ақындық дейтін арда әлеммен театрдың енді өзіне тән киесі бар. Ақындық ол бір алғаусыз әлем. Осы екі әлемді ұштастыра жүріп, театрда қызмет ету, шығармашылығыңды ішкі әлеміңде әлдилеу. Осы театр өнері мен ақындық өнердің тоғысуы. Бұл да бір менің ойымша адамның бойына өзгеше толқыны сыйлайтын бір ерекше сезімдер секілді. Иә, келісем. Өйткені ұштасып кетеді, сен ұштастырам деп те ойламайсың. Өйткені спектакльдер жүріп жатады, дайындық жүріп жатады. Мен осы театрдағы спектакльдердің 200 спектакльге шығарған өлеңдерім бар. Спектакльге арнап, спектакльден тыс дүние, бірақ ол ертең спектакльдің жарнамасына да әсер етіп жатқан жағдайлар болды. Бізде Сараң деген спектакль болды бұрын репертуарымызда. Ол спектакльде де режиссердің ұсынысы бойынша осындай мен Пушкиннің өлеңін қосқым келіп тұр, қазақшаға аударып берсең деген сияқты ұсыныстар да болды. Пушкиннің «Скупой рыцарь» дейді, қазақша «Сараң рыцарь» деп қазақшаға аударған кездерімізде болған өлең қып. Сондай сабақтастықтар болады, ал оның бір өзіндік тылсымына келетін болсақ, тура спектакль сияқты сенің өлеңіңде кейіпкер болады, сенің соған деген сезімдерің болады, сол жағынан байланысатын шығар. Кейде ақындық дегеннің өзін біз алапат құшу, ақындық дегеннің өзін бір жалғыздық, құлазу деп ұғынатын секілді пайымдар бар. Сеніңше ақын болмысының тұтас табиғаты? Жалғыздықпен әрине байланысты ақындық деген. Өйткені сен өлең жазуға отырған кезде жалғыз өзің отырып жазасың. Өзің бүкіл айналаңда болып жатқан нәрселердің барлығын сырып тастап, сен өзіңмен өзің қалған кезде ол шығатын дүние
барлық ақынның айнасында өзінің отбасы бар, достары бар. Иә, бақытты. Барлығы жақсы, сен бақытты күн кешіп жатсың. Жұмысың бар, бала шағаң бар, отбасың бар, достарың бар. Бірақ сонда да білмеймін, әйтеуір бір ішіңде мұң тұрады. Оны ақынның өзі де түсінбейтін шығар. Ішкі жалғыздық. Ішкі жалғыздық, өзіңмен өзің. Кейде болады, керемет көңіл күймен достардың ортасында ойнап күліп отырасың. Өзіңмен өзің құлазып қаласың. Түсінбейсің ол не үшін, ол қалай болып жатыр. Негізі ақындық болмыс сол ұдайы арпалыс құшу, өзің айтқандай ішкі құлазу, бір 1000 жылдық жалғыздық дегендей 1000 адамның ортасында отырсаң да өзіңнің жалғыз екеніңді ұдайы түйсіну, бір бәлкім бір жаратқанмен бетпе бет қалатын сәттер секілді кіршіксіз. Өзің жас ақын ретінде, енді жас ақындар ұдайы ізденісте жүретіні, іштей болсын әлдекімге ұқсағысы келетіні, дәл сол секілді бір өлеңдегі өзіндік қолтаңбасын бір саралағысы келетіні ақиқат. Енді өзің кімдерді оқып жүресің? Қай ақындардың өрнегінен өзіңе ұқсас бір сарынды байқайсың? Қалқаман ағаны оқимыз, Ерлан ағаны оқимыз, Ақберен ағаны оқимыз, сізді оқимыз. Бауыржан Игілік ағам бар, мен оқитын. Қазір Дәулет деген жігіт шықты, сол жігітті оқып жүрмін. Қатты ұнайды өлеңдері. Ақжол Түменбайдың өлеңдері ұнайды. Дәулет Жадырасын айтып отырған? Иә, Дәулет Жадырасын. Семейліктағы Жақсылық деген достарым бар. Өлеңдері жақсы ақындар. Темірлан деген жігіт бар. Сондай жас ақындар. Сосын Аружан Оралбай деген кісіні оқып тұрамын. Бірақ көбінесе айналып келіп, сол бұрынғы ақындарымызды оқимын мен. Классиктерімізге орала бересің? Сол кісілерді оқимын. Өйткені білмеймін, қазір жаңа буын болып, жаңа леп болып келіп жатыр ғой ақындар. Мен ақын емес, оқырман ретінде айтайын, мен өзімді ақын деп есептеймін, бірақ қазір андай дүние көп сияқты, бір тылсым жайлы жазғысы келеді. Сондай әлемді іздейді көбісі. Мүмкін ол да күшті, соның ішінде де керемет өлеңдер бар. Бірақ айналып келген кезде бәрібір сол қарапайымдылық қазір сәл-сәл кетіп бара жатқан сияқты болып көрінеді маған. Барлығын күрделендіргісі келетін бір... Күрделі, сол нәрсемен сәл нетеді. Өйткені қарапайым болу керек сияқты, өйткені жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, мұқағалиға айналып келеміз ғой. Шығармашылық жолды таңдамаған болсаң, сен кім болар едің? Мен жылқы бағатын едім. Жылқышы болатын едім. Ол енді бала күннен келе жатқан бір жүрегімде бір қалыптасқан дүние шығар. Ауылда өстім бала кезімде. Кейін қалаға көшкеннен кейін де мен барлық демалыстарым ауылда ата-әжемнің қолында өтетін, әжемнің қолында. Енді атам атбегі болған, одан әкемнің інілері атбегі болып, мен бала кезімде аттың үстінде жүрдім біраз. Әлі де қолымыз қитет босаса, демалысқа барсақ, атқа мініп, ауылдың сыртына шығып кетіп, өзіңмен өзің ойланып, аттың үстінде ән айтқан ұнайды маған. Өзіңмен өзің кең далаға қарап отырып, ойланып әр нәрсені. Солай бір демалған ұнайды. Аттың үстіндегі ол сезім, бөлек сезім ғой. Жалпы қазақтың тағдыры атпен етене байланысты ғой. Сондықтан да шығар, ол бір шетінен болмысымыздағы дүние болуы мүмкін, ал бір шетінен менің жаны рахатым десе де болады. Сондықтан жылқышы болар едім. Енді дұрыс айтасың, жалпы қазақтың генінде дейміз, түп тамырында осы жылқы малмен етене егіз ғұмыры, аяулы үміті, арманы, сонау жаугершілік кезеңдегі жан серігі болған тағдыры жатыр да. Ал енді жылқы малының да бір өзіне тән тектілігі, өзіне тән қасиеті, көп адам бағамдай бермейтін бір ішкі жылқының да айтады ғой, жылқының жан сезімі кәдімгі сұңғыла сезіп тұрады өзінің есін, оның бойындағы барлық шерді, оны жаны толғандырып жүрген азабына дейін кейде арқалайтын сәттері болады. Жылқы құласаң жалын төсейді дейді. Жылқының жылайтын сәттері де болады, жылқының қуанып саған еркелейтін сәттері де болады. Кей кездері тіпті жылқы адамнан да, сезімтал адамнан да ақылды болып көрінеді. Жылқы мұңайған кезде көзіне қарап тұрып, сол көзіндегі мұңнан тіпті мына өмірдің жалған екенін сезініп кететіндей бір сәттер болады. Қоғамдағы болып жатқан дүниелерден жаныңа бататын тұстар қайсы?
қазір ең қатты батып жүрген дүние мен жаңағы ол бір қоғамдық мәселелер, әлемдік мәселелерді айтпай ақ қояйын. Білмеймін, қазір адамдарда мейірім азайып бара жатқан сияқты көрінеді. Адамдар барған сайын оны заманға да жаба беруге болмайтын сияқты. Адамдар мейірімсіздеу болып бара жатқандай көрінеді маған. Сол нәрсе қынжылтады. Сондықтан да шығар қазір осындай бір күйбеңнің ішінде жүресің. Сәл бір мейірімді дүние көріп қалсаң, мейірімді дүние естіп қалсаң, өзіңнен өзің көңілің құлазып, жанарыңа жас келеді. Иә, көңілің босап кетеді. Адамдардың барлығы әлдеқайда асығыс, шарқ ұрып, әлденені іздеп жүр, бірақ титтей мейірімді көргенде жанарына жас іркіледі. Бұл ішкі мұқтаждық, иә? Сол мейірімге мұқтаждық. Қарапайым дүниелерден басталады ғой. Қоғамдық көліктердің өзінен басталады менің ойымша. Орын бермеуден басталады. Қарапайым автобусқа, мен де автобуспен жүремін ғой. Келесің, қоғамдық көліктің есігін алып. Артынан әйел кісілер келіп жатады үлкен. Өткізіп жіберсең, қолтығынан демеп мінгізіп жіберсең, кәдімгідей мәз болып қалады. Мен білем, сол кісінің сол күні көңілді өтетін. Өйткені бір титтей болса да бір көңіл бөлудің өзі мейірімділік, бір жылулық қой, жанашырлық. Сондай қарапайым дүниелер жоғалып бара жатқаннан кейін біз ар жағын айтпай ақ қояйық. Ілияс, енді сенің риясыз сезімдеріңді тыңдаған сайын бұл риясыз айдарының шын мәнінде риясыз екеніне сенем. Өйткені бұл айдарда біз адамның ішкі толғанысы, ішіндегі бір алғаусыз мұңы, жанын тебірентетін бір кіршіксіз сәттерді іздейміз, және соны көрерменге жеткізгіміз келеді. Кейде мен атылмаған жанартау сияқтымын, табандымын, ал кейде тұяқтымын. Біреулердің алдында сүттен ақпын, кейбірінің алдында ұяттымын. Жақындарға қорғанмын, тас қамалмын, бұрын құлы болғанмын асқа қардың. Ал қазірше, өжет боп көрінген мен, ажал менен ар келсе жасқанармын. Дархан едім, бар болса әлі де сол. Еткім келіп бәрінің жанын әсер, көңіліне қарайтын әркімнің бір, мен бір жұлдыз секілді жаны өшер. Сұлу едім, ал қазір кірлеп барам. Тек балалық шағымда гүлдеп дадам, алыс қалып өмірдің гүл көктемі, күз келгенде сарғаям, дірдек қағам. Батыр едім, қашпаған өлімнен де, жақын достар қашанда төрім берген, ал дәл қазір қорқамын жалғыздықтан, насыбайдан қалатын көңілдерден. Сүйікті едім, кетіпті сүйкім жаннан, көзімменен сөзімнен сиқыр қалған, достарым көп болған мен сағынамын, менің жалғыз атым мен итім болған. Ақын едім, ал бүгін өкпел өлең тумай жауында төкпелеген, мен іздесем ол ғайып кейде өзім, өтіп жатқан өмір ғой өкпеменен. Бақытты едім, одан да бақыттымын, жақындарым жанымда жақыт күнім, ертең бәрі бақытты болу үшін жіберерем жанымды сатып. Ілияс Мұратбек өлең өлкесіндегі жаңа есім. Өлеңге жан сырын ақтарып, өлеңнен өзін іздейтін жас шығармашылық иесінің болмысында адалдықтың үстіні мен мұндалайды. Болашағын актерлық мамандығымен сабақтастырған, жырларында жастықтың үні, жалын атқан сыры бар жас ақынның ертеңінен еңселі үміттер күтеміз. Қадірлі көрермен, сіздер өмір өлең бағдарламасын көріп отырсыздар. Дәл қазір бізде шынайы айдары. Бұл айдардың ерекшелігі сол, біз ақынға қысқа нұсқа сауалдар жолдау арқылы оның өмірлік ұстаным қағидасын, өмірдегі белгілі бір позициясын, тұжырымын айқындайтын боламыз. Алғашқы сауал, өзіңе егер мүмкіндік берілсе, қандай шығарманың басты кейіпкері болар едің? Кезінде арық кезінде бір армандаған рөлім бар, ол Шоқан Уәлихановтың. Бұл театрдағы рас қаһармандарыңның бірі. Театр сахнасындағы. Ал егер де бір әдеби шығарманың кейіпкері болу мүмкіндігі бұйырса? Жәмилә шығармасындағы Данияр шығар. Сен жаныңды құрбан етуге даяр болар құндылық? Отан үшін ғой. Ең үлкен ер азамат үшін барлығын тәрк етіп жанын қиятындай ол отан үшін деп ойлаймын. Егер уақытқа сапарлау мүмкіндігі туса, сен қай кезеңге оралар едің? Сол баяғы ауылдағы 5-6 жас бала кезім оралатын.
өмірдегі ең тәтті естелігің? Кішкентай кезімде әжем қаймақ тартып отыратын. Сол кезде қаймақ ағып түсіп жатады аппараттан. Сол жерге аузымыз тосып отырушы едік. Сол бір тәтті естеліктер болып қалды балалық шақтан. Өмірде алданған сәттерің аз болмаған болар, бірақ өзің адамды алдап көрдің бе? Ол адамдардың көңіліне қаяу түсірмеу үшін алдаған кездер. Бақытсыздық ұғымын әркім әрқилы түсінеді. Сен үшін бақытсыздық ол не? Жалғыздық. Ал бақыт пен байлықты безбендейтіндер бар ғой. Сен үшін байлық қаншалықты құнды? Соңғы уақыттарда мен көзім жетіп жатқан нәрсе ол әке шешемнің, апамның, жақындарымның амандығы. Ең ұлы байлық. Ең ұлы байлық сол. Орны толмайтын өкініш сен үшін? Атам ертерек қайтып кетті. Әлі күнге дейін қасымда болсаға деп армандаймын. Сенің жақсы жетістіктеріңді көрсе деп армандайсың. Махаббатта адалдық пен опасыздық ұғымы қатар жүретін сәттер болады. Сен кешіре алмайтын опасыздық? Тән сатқындығынан бөлек жан сатқындығы. Кешірілмейтін не сол. Күтеді алдан сан алып мекен. Ғашық болуда жаңалық бекен. Риясыз сезім еленбей шіркін. Сағынтып жүрау балалық мекен. Шәмші кеп тұрған ауылға көштім. Таластың жиде бауында өстім. Көршілес тұрған дүнген олсын. Балалықпенен жауым да дестім. Кім білген асық қалай түсерін. Атымды кері сабай түсемін. Риясыздықты сағынған шақта балалықты ойлап тарайды шерім. Көршілес ұлттан күш көріп қамай, төбелесушек тістеніп талай. Бір қызын сүйіп қалып емерек, сол қызбен алғаш ішкеніп тарай. Қазақша судай ағатын еді, қап-қара көзбен қаратып еді. Сол қызды үйге әкелуе дау, гитарасы бар бала тілегі. Тәттісін қандай кездер баяғы, дәл сондай мұңлы көз көрмей әлі. Әлемге жарысап сүйемін деген, риясыз жүрек өзгермейді әлі. Жүректі мендік кел байқа мен. Шәмшінің әнін енді айтар едім. Көп ұлттар сыйған кең құшағына туған жер шіркін, сен байтақ едің. Біреудің жолын қиясыз күліп, жүргем жоқ қазір ұясыз жүдеп. Жетектеп атам қосқан бәйгеде, жүлде боп қалған риясыз жүрек. Шәмшінің әні жүлдемнің бізі, сезбейді-ау бірақ білгеннің жүзі. Мұқағали ұлы отан соғыс, мен ақын қылған дүнгеннің қызы. Ілияс, жаңа сен оқыған «Дүнген қызы» атты өлең менің ойымша өмірге кездейсоқ келмеген, бір айтар шағын тарихы бар өлең құсап сезілді. Өз аузынан естігім келеді. Тараз қаласында Жалпақтөбе деген ауыл бар. Сол ауылдың ішінде Күнгей деген кент бар. Кішігірім біз сол жерге көшіп келдік. Таластың жағасында әдемі бау-бақшасы бар, керемет жер. Тарихтан біле білсеңіздер, біздің Шәмші атамызда белгілі бір уақыт сол жерде тұрып кеткен. Атақты «Дүнген қызы» дейтін әні сол ауылда тұрып жатқан кезінде шыққан. Сол Шәмші атамызды ғашық қылған дүнгендердің қызы мені де ғашық қылды деп айтсам болады. Ғашық болып, ұнатып, екеуміз бір-бірімізге сезім білдірген кездеріміз де болды, жақын етене араласып. Енді қазақ қызы деп айтамыз. Дүнген қызы Шәмші атамыздың музасына айналып «Дүнген қызы» деген әдемі ән өмірге келсе, өзіңде «Дүнген қызы» деген аяулы жыр өмірге келді. Енді қазақ қызы мен дүнген қыздың арасынан қандай ұқсастық немесе айырмашылық көресің? Айырмашылық ол енді ұлттық айырмашылықтар ол болады ғой. Бірақ енді махаббатқа келген кезде ұлтқа бөлінбейтін сияқты. Мен мектепте тіл мүшайрасында кездестік. Қазақ тілінде өте еркін сөйлейді. Топ-тұнық сондай әдемі, өте терең, қап-қара көздері бар. Сол көзге ғашық болдық. Соның тұңғиығына баттық та кеттік қой. Солай ғашық болып қалдық енді. Солай өмірге келген жыр, е? Сенің бір шығармашылығыңда орны бөлек бірі, е? Енді сол мойылдай қара көзді дүнген қызы сенің шығармашылығыңа арқау болып, өміріңде бір айтулы сәттер болып есіңде қалса, жалпы сенің болашақта өмірге келетін жаңа өлеңдеріңнің өзінің
айтары бар, ертең тарихта айшықталатындай бір елеулі оқиғаға айналғанын, және де сенің өміріңде сондай бір айтулы сәттердің көп болғанын тілер едім. Әмин, рахмет. Менің өмірлік миссиям өзімнің шығармашылығым арқылы, яғни сахнада сомдайтын кейіпкерлерім, алдағы уақытта жазатын өлеңдерім арқылы барша адамдарды жай ғана мейірімділікке шақыру деп есептеймін, және жер бетінде түбінде жақсылықтың жеңіп шығатынына сендіру деп ойлаймын. Көкжиектен күн боп қолын созған нұр, құлагер боп керім сыннан озған жыр. Қиянатты қарақылдай қақ жарып, мұңсыздарға салшы бүгін қозғау бір. Қара сөзді қалықтатты көгімнен, қасиет бол құзаршыңнан төгілген. Қаламымды қозғар болсаң құдырет, қайғы мұңның қабырғасы сөгілген. Қадірлі көрермен, сіздер өмір өлең бағдарламасын тамашаладыңыздар. Осынау ойлы да сырға толы әлемде келесіде жүздескенше.